Ассаламу алейкум ағайын. Жалпы әлемді аузына қарату үшін рухани ерлік керек. Жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай қарау үшін рухани байлық керек деп халық жазушы Әбіш Кекілбаев айтқандай, рухани байлығы кемерінен асып төгіліп жатқан рухани қуатты қазаққа аямай-ақ берген ғой шіркін. Қазақ қазіргі заманда рухани ерлік көрсететін шаққа келіп тұр. Рухани байлық басты орынға еге болатын дәуірге қадам басып келеміз. Бұл дәуірге рухани құндылықтарыңды сайлап, рухани күшіңді сарқымай, үлкен жауапкершілікпен адымдайтын ұлы ғасыр. Бұл дәуір қазақтың кемеліне жетіп, гүлдейтін, өркендейтін ғасыры болғай. Ұлтымыздың күре тамырында, қаны мен жанында соғып тұрған, жүрегі болған ұлттық құндылықтарымыз мәңгілік жасауы әрбір қазақ өкіліне байланысты. Тілін терең сезініп, салт дәстүрін біліп қана қоймай, берік ұстана білетін, ұлттық құндылықты ұлықтай білетін ұрпағымыз көбейсін. Ұлттық құндылықтарымыздың мәңгілік алау секілді лаулап кеудемізде, жанымызда жанып, жарқырап тұру үшін күресе білейік. Біз үшін ең маңызды ұлтымыздың қорғаны болған ұлттық құндылықтарымыз мәңгілік жасауы керек.